Біз Сеулде, Оңтүстік Кореяда бастаймыз. Мұнда Анна ұлы Джомен бірге оянады. Бала қатты қуанып айқайлап, көше жаңбыр суына толып кеткендіктен дереу жүзуге шығу керек деп шақырады. Анна жағдайды ретке келтіруге тырысып, баланың сабағы бар екенін, өзінің жұмысқа баруы керек екенін айтады. Бірақ соңында бір сәтке беріліп, ойынға қосылады да, баланы сүңгуге шақырып, өзі санайды. Қызықтан кейін пердені жауып, сырттағы жаңбырдың қаншалықты қатты екенін бірақ байқайды. Асханада таңғы ас әзірлей бастағанда, Джо iPad-ті сурет салуға сұрайды. Анна рұқсат береді. Сол сәтте ұялы телефоны шырылдайды. Бұл оның анасы. Ол қызын үйде қалып, жаңа піскен тамақ жеуге шақырады да, әдеттегідей жеткізу арқылы тапсырыс бермеуін өтінеді. Келесі аптада тағы азық-түлік әкелетінін уәде етеді. Қоңырау үзілген бойда пәтерге желдің ұлығандай ғажайып дыбыс кіреді. Анна Джодан жуынатын бөлмедегі шүмекті ашық қалдырдың ба деп сұрайды. Бірақ бала теріске шығарып, өзі салған суретін көрсетеді. Онда екеуі бірге бейнеленген. Анна суретті қарап тұрғанда бір нәрсеге алаңдайды. Үшінші қабаттағы пәтерге су сіңіп кіре бастайды. Бірнеше секундтан кейін ғимаратта эвакуация туралы дабыл дыбыстайды. Ал Джо тағы да жүзуге шығайық деп, бұны шытырман оқиға ретінде қабылдайды. Анна сабырын жоғалтып, баланың көзілдірігін тартып алып, орнында қозғалмауды бұйырады да, бірнеше заттарын жинай бастайды. Телефон тағы шырылдайды. Екінші жақтан Дарвин компаниясындағы қауіпсіздік тобының мүшесі Джо өзін таныстырып, Джоның анасы Анна екенін, үшінші топтың менеджері, эмоционалды қозғалтқышты әзірлеумен айналысатынын растайды. Анна растайды, ал ол 30-шы қабатқа көшуді бұйырады, бірақ қоңырау үзіліп қалады. Анна Джоның дәрі-дәрмегін алып, олын іздеп жүгіреді. Көп ұзамай қорқатын кезде шкафқа тығылады деген әдетін есіне түсіріп, кешірім сұрап, баланы көтеріп алып, дәлізге шығады. Ол уже суға толып үлгерген. Лифт қауіпсіздік үшін өшірілген, негізгі баспалдақ адамға толы. Анна басқа баспалдақты таңдайды, алғашында бос сияқты көрінеді. Жолда суға жұтылып бара жатқан адамдарды көреді. Джоны тыныштандыру үшін ән айта бастайды. Әрі қарай жиһаз бен қоқыстар бөгеп тұрған өткелге тап болады. Анна Джоға күт деп айтып, өзі өрмелеп өтпек болады. Бірақ аяғы қысылып қалады. Сол кезде біреу атын атап шақырады. Бұл Джо. Анна бұрылғанда Джоның бір пәтерге кіріп бара жатқанын байқайды. Үрейленіп жүгіріп барады. Кенет үлкен толқын бөлмені басып қалады да, Аннаға естелігі елестейді. Күйеуімен бірге суға батқан апат. Өзіне келгенде хаустың ортасында қалғанын, ұлының дәрісі салынған сөмкесінің ағыспен кетіп бара жатқанын көреді. Баланы үрейленіп іздеп, есі жатқанын табады. Есік ашылмай қалып қойған. Бақытымызға орай, Джо уақытылы келіп екеуін құтқарып, беткі қабаттағы ауа қалтасына апарады. Джо да кеуде қысып, су түкірткенше массаж жасайды да, бала тыныс ала бастайды. Анна ұлын құшақтап жылап, жұбатады. Ал Джо хабарлама жазып, жетекші зерттеуші Анна мен сынақ субъектісі Джоның аман қалғанын хабарлайды. Джо тікұшақтардың террасада күтіп тұрғанын ескертіп, не болып жатқанын айтады. 3 сағат бұрын астероид Антарктидаға соғылып, мұздың еруіне әкеп соқты. Су солтүстікке қарай жылжиды. Теңізбен араласып, Жапонияның жартысы су астында қалған. Анна ешкімнің болжамағанын сұрайды. Джо болжағанын, бірақ алдын алу мүмкін болмағанын айтады. Әлем сол күні аяқталатынын мәлімдейді. Дарвин Боуға қатысты зерттеу институты, синтетикалық адамдар арқылы адамзатты қайта жарату жоспарын құрған. Анна маңызды бөлік, ол әзірлеген эмоционалды қозғалтқыш жаңа жаратылыстарға шынайы эмоция береді. Джо жетекші Яон Мо мен қызының суға еткенін, сондықтан Анна жоспарына айналғанын айтады. Анна қозғалтқыштың әлі сынақ кезеңінде екенін айтса да, Джо Избел зертханасының көбеюге қабілетті синтетикалық денелер жасағанын, жетіспейтіні шынайы адам эмоциясы екенін мәлімдейді. Сол кезде Джо дәретке бару керектігін айтады. Олар жақын пәтерге кіреді. Анна ұлына қарап тұрғанда Джо телефонмен сөйлеседі. Қайтқан соң Джо Аннаға киімін ауыстырып, ыңғайлырақ киюін сұрайды. Әңгіме құру үшін жаңа адамзаттың мұндай күрделі мұхитсыз өмір сүру мүмкін бе деп әзілдейді. Анна елемей, телефонын сұрап, анасына қоңырау шалады. Қоңырау кезінде анасы паналаған жерінің де суға толып жатқанын айтып, қатал әрі түпкілікті сөз айтады. Енді Аннада тек Джо ғана қалды, анасы да, әкесі де жоқ, қызын сүйетінін айтып қоштасады. Артта толқын дыбысы естіледі. Анна жұмсақ қанамен де сені сүйемін деп жауап қайырады. Көп ұзамай газ ағып, өрт шығады. Бүкіл қабат жалынға оранады. Джо жоғары шығу керектігін айтады.
өзі алдымен өрмелейді. Анна ұлын көтеріп бермек болады, бірақ Джо үрейленіп қоя бермейді. Шатасуда Анна тайып, суға құлайды. Бақытымызға орай бетіне шығып, жүзіп жетемін деп айқайлайды. Жүзіп жүріп басқа қабатқа кіреді. Онда лифтте қалып қойған жылаған қызды көреді. Атын сұрайды. Қыз Джи Су деп жауап береді. Анна есікті ашуға бірдеңе іздейді, бірақ пәтерлерді тонап жүрген екі еркекті байқайды. Джи Суға тағы шақырады. Қыз жауап бермейді. Жаңа толқын бәрін басып қалады да тағы бір естелік елестейді. Бұрынғы апатта күйеуі Джоның креслосынан босатуға тырысып, аяғы есікке қысылып қалып, Аннаға ұлымен қашуды бұйырған. Нақтылыққа оралғанда Анна Джомен қосылады. Сол сәтте Джода ұстама басталады. Джо дәріні сұрайды. Анна сөмкені жоғалтқанын мойындайды. Бала әлсіз жылайды. Анна оны кеудесіне қысып ұстайды да, жоғары қарай жалғастырады. Джо террасаға жету керектігін, Джоның деректері бар екенін, оны қайта қалпына келтіруге болатынын қатыгездікпен айтады. Анна айқайлап, ұлы өліп жатыр, ол файл емес деп жауап қайырады да, басқа пәтерге кіріп, тұрғындардан кешірім сұрап, баланы тұрақтандыру үшін импровизацияланған сусын дайындайды. Бәрі жақсы болғанда бірге сүңгиміз деп тәттілеп айтады. Осы кезде, жетекші Еон Момен әңгімелері есіне түседі. Ол Аннаға күйеуінің өлімінен кейінгі травма салдарынан ұлынан бас тартып жатыр ма деп сұраған. Анна ана болуға жаралмаған сияқтымын деп мойындаған. Еон Мо енді маңызы жоқ деп, институт Анна мен Джоның эмоционалды қозғалтқышпен сәтті интеграцияланғанын растап, бірнеше айдан кейін екі сынақ субъектісінде Еон Моның жобасына қатысты Юджинді де алатынын айтқан. Нақтылықта Джо оянып, сол күні анасымен бүтіндей өткізген үшін бақытты болғанын айтады. Бір сәтке жаңбыр тоқтап, бұлт арасынан күн сәулесі шығады. Джоның уақытша баспанада қалпына келтірілетінін, Анна Избел зертханасына жалғыз баруы керектігін ескертеді, бірақ аспан қайта қарайып, жаңбыр қатты жауа бастайды. Олар жүгіреді, су тез көтеріледі. Жолда жүкті әйелдің ауырсынудан айқайлағанын естиді, серігі көмек сұрайды, бірақ Анна шаршап кешірім сұрап жалғастырады. Джо әйелдің неге ауырып жатқанын сұрайды. Анна бала туып жатыр деп түсіндіреді. Джо өзі дүниеге келгенде де осылай ауыртты ма деп сұрайды. Бұл Аннаға ауыр тиеді. Жылап, Джодан баланың өзімен қалуын өтінеді. Джоның жалғыз таңдау екенін суық қана айтады. Террасада Джо құтқарылғандар туралы есеп жазып тұрады. Шындық ашылады. Уақытша баспана жоқ. Күзетшілер Джоны алып кетеді. Анна қуып, Джоны өтірікші деп айыптайды. Ол Еон Моның қызымен қашып құтылғанын, Аннаға күйеуі өлгеннен кейін ұлынан бас тартуға дайын болғанын есіне салады. Анна ұлының басын қырып, деректерін шығарып жатқанын көріп, ұлымен бірге болуды өтінеді. Бірақ олар Джоның шынайы адам эмоциясын дамытқанын, келесі эмоционалды қозғалтқыш үшін маңызды екенін айтады. Анна қоштасарда ұлының құлағына бірдеңе сыбырлайды. Джо тікұшаққа, одан әрі зымыран кемесіне отырғызылады. Избел зертханасының директоры 15 минуттан кейін мыңдаған астероидтар жерге соғылып, өмірдің көбін жояды деп, олар соңғы аман қалғандардың бірі екенін айтады. Синтетикалық денелердің технологиясы бар, жетіспейтіні шынайы эмоция, сондықтан институт ана мен бала моделін жасап, эмоционалды қозғалтқышты сынаған. Бала прототипі дайын, енді ана жетіспейді. Анна қатыгез эксперимент ұсынады. Ананы баламен жұптастырып, баланы жоғалтып, ананың оны іздеуін қайталап сынау, сәтсіз болса, қайта бастау. Әңгіме үстінде кеме астероидтарға ұрынады да, Анна пәтерде қайта оянады, бәрі қайталанады. Су кіреді, телефон шырылдайды. Джо өзін таныстырады, Джо суретін көрсеткісі келеді. Анна екі есе сақ болып, дәріні алып, шкафқа жүгіріп, кешірім сұрап, жүзуге уәде береді. Джо бірдеңе дұрыс емес екенін сезіп, неге өзі әрқашан 6 жаста екенін сұрайды. Анна бір сәтке тоқтап қалады да, елемей, сыртқа алып шығады. Баспалдақтар адамға толы, басқасын таңдайды, ол да толы, кенет толқын соғып, үрейдің ортасында ұлын жоғары қабатқа көтереді. Өзі шыққанда Джоның жоқ екенін байқайды. Баланың фигурасына ұқсас біреуді қуып сүңгиді, бірақ жете алмайды. Дәрі сөмкесін жоғалтады, тікұшақты көреді, естеліктер елестейді. Көзілдірік, қоштасу сыбыры, суға бату сезімі есінен танып қалады. Джо оятып, бұрын қоңырау шалған өзімін растайды. Анна суға қайта секірмек болады, бірақ ол тоқтатып, Джоның баспалдақпен шығып бара жатқан суретін көрсетеді. Анна іздеуге жүгіреді. Джо біреу баланы алып кеткен болуы мүмкін деп террасаға баруды ұсынады.
Анна үмітсіздікте оның қаруын тартып алып, ұлым қайда деп талап етеді. Пәтерде өрт шығады. Джо суретті неге көрсетті, егер олар ұстап алған болса деп сұрайды. Анна тағы сүңгіп, лифттегі жылаған қызды табады. Енді атын есіне түсіріп, шығарып аламын деп уәде береді, бірақ қайта есінен танып қалады. Оянғанда сыпырғыштың сабын сындырып, рычаг етіп, лифт есігін ашып, Джи Суны құтқарады. Қызға құрғақ киім беріп, атасы террасада күтіп тұр деп айтады. Джи Су қалай білдің деп сұрайды. Анна күліп, бір өтініш айтады. Егер 6 жасар Джо деген баланы көрсең, анасы іздеп жатыр деп айт. Джи Су тартынып, лифтте қалып тұрғанда, екі еркектің бір баланы тұрғылықты жері мен есік коды туралы сұрап, содан кейін сүйреген дыбысын естігенін айтады. Сол сәтте Анна сол дыбысты естиді. Джи Суға абай бол деп айтып, дыбысқа қарай жүгіреді. Жақындағанда тағы естелік елестейді. Басқа циклде Анна сол еркектердің қолынан өлтірілген. Пәтерге кіріп, қару іздейді, бірақ табылады. Ұлына не істедіңдер деп талап етеді. Джо сырттан Джоны таптың ба деп айқайлайды. Еркектер есікті құлыптап, Аннаны өлтірмек болады. Бірақ Джо келіп құтқарып, қылмыскерлерді суға лақтырады. Кетер алдында Джи Суға қабат тез суға кететінін ескертіп, бірге кел деп шақырады. Джи Су ата әжесін тастай алмаймын деп бас тартады. Әжесі Аннаға дәл есіне түскен сол импровизацияланған сусынды береді. Анна таң қалады. Джо өз тобына хабарласқанын, қайықпен келіп Джоны оңай табатынын айтады. Бұл тағы естелік тудырады. Джоның басын қырып, инъекция жасап жатқаны. Анна күтпеймін, алдымен өзім табамын деп шешеді. Джо не өзгереді, топ бәрін істейді ғой деп, Аннаға бұрын ұлын тәрбиелеуге тартынғанын, сол күн әрқашан онымен соңғы күн екенін есіне салады. Анна келісіп, дәл сол себепті табуым керек, бұрын сан мәрте сәтсіздікке ұшырадым деп жауап қайырады да, секторлар мен іздеуді ұсынады. Джо тақ қабаттарды, өзі жұп қабаттарды тексереді. Джо онымен әрең таныс адамнан көмек сұрағанына таң қалады. Іздеу кезінде Анна қауіпсіздік тобының тұрғындардан Джо туралы сұрап жатқанын көреді. Әйелдің айқайын естіп жүгіреді. Бұл бұрынғы жүкті әйелдің жағдайы, енді Анна көмектесуге шешім қабылдап, босануға қолғабыс етеді. Кейін курткасын шешіп беріп кетпек болады. Бұрылып қараса, әйел күйеуіне цунами туралы қайталанатын түс көргендіктен алдын ала дайындалғандарын айтады. Бұл Аннаға ұлының суретін есіне түсіреді. Телефондағы фотоларды ашып, өзімен қоштасып тұрған суретті көреді де, Джоның әрқашан бірдей сурет салғанын байқайды, қайталау құпияны ашады. Анна сол күні шексіз қайталанып тұр. Кенет Джо баланы таптым деп айқайлайды. Анна жүгіріп, өз пәтеріне кіреді, бәрі есіне түседі. Джоның өтірікші деп айтқаны, неге әрқашан 6 жаста екені. Шкафты ашады, бала жоқ. Кенет күзетшілер шығып, Аннаны ұстайды. Джо ұлымен қоштасуға мүмкіндік беретінін айтады. Анна террасада Джоны өлтіреді деп ескертпек болады, бірақ есінен танып қалады. Естелікте Джо да есіне түсіп, реакция жасайды, күзетшілермен төбелесіп, Аннаны құтқарады. Джо Аннаға бірдеңе егіп оятып неше рет қайталанғанын сұрайды. Анна алғаш Джоны жоғалтқаннан бері осы циклде тұзақта қалғанын, қанша тырысса да таба алмағанын түсіндіреді. Джоның өзі әрқашан білгенін айтады. Көмек сұрайды. Қайғырғанда Джоның шкафқа тығылатын әдетін, есіктері әдетте ашық тұратын жалғыз қабат 30 екенін айтады. Бұрынғы циклдерде қауіпсіздікпен төбелесіп өлгендерін еске алады. Анна қауіпсіздік тобының қосылудың алдын алатынын, нақты әлемде солай болғанын, енді олар жүйеде әзірлеушілер сияқты екенін түсінеді. Анна Джоның өзімен кездескісі келмейтін шығар деп мойындайды. Джо мыңдаған рет жоғалып кетсе, бұл жек көрушіліктен емес, анасының табуын күткендіктен деп жауап қайырады. Тағы тырысады. Джо жол ашып, 30 қабатқа жетеді. Джо атылады, бірақ Аннаға жалғастыр деп айтады. Анна жүгіреді, бірақ ұсталып қалады. Алайда ғажайып толқын ғимаратты басады да оны құтқарады. Анна есін жиып, террасаға жетеді де, шкафта тығылған Джоны табады. Сусын беріп, суретті көрмеген үшін, сәтсіздікке ұшыраған үшін, тастап кеткен үшін кешірім сұрайды. Бәрін ұмытып кететінін айтады. Әлсіз Джо оны ешқашан тастамағанын, күтуін өтінгенін айтады. Шындық бірігеді. Нақты әлемде ауыр жараланған Анна астероид соққысынан кейін ана прототип үшін сынақ субъектісі болуды ұсынған. Зерттеушілер егер ол ұлын құтқара алса, екеуін жерге қайта жіберіп, адамзатты қалпына келтіреді деп сенген. Күзетшілер келеді.
Анна Джоны көтеріп қашады, бірақ қуып жетеді. Балаға алдыға жүгір деп, өзі қуып жетемін деп уәде береді. Симуляция өшеді, көрініс 5 жыл бұрынға ауысады. Жетекші тәжірибе арқылы эмоция жасау идеясын ұнатқанын, бірақ ұзақ уақыт алатынын айтады. Анна шынайы бала шынайы ой мен сезіммен 5 жылда табысқа жетуге болатынын айтады. Уақыт өте Анна Джоны шынымен тәрбиелейді. Бір күні бала оны ана деп атайды. Күйеуімен және баламен бақытты өмір сүреді, бірақ қайғылы апат күйеуін алып кетеді. Соңында Анна симуляцияны бұзып, шексіз мұхитта оянады. Ұлына айқайлап, ұялы телефон мұнарасына жабысқан Джоны табады. Колоссаль толқын жақындағанда дайын бол, сүңгуді бастаймыз да, санаймыз деп айтады. Анна ұлын құшақтап, жерге қарай адамзатты қайта бастауға бет алады.